Тауық жұмыртқасының пайдасы жөнінде үнемі айтылып жүр. Ал адам күнделікті 2 жұмыртқа жегенде ағзасында қандай өзгерістер болады? Миды холиндер қорғап тұрады. Бастың ми жүйесінің байланысын зерттейтін фосфолипидтер холиндерден тұрады. Дәл осы дәруменнің ми құрылысына маңызды екені ғылыми дәлелденген. Адам 2 жұмыртқа жегенде осы элемент толықтырып отырады. Холиннің жеткіліксіздігі есте сақтау қабілетін төмендетеді. Адамның көз жанары лютеин арқылы сақталады. Жаңа зерттеулерге сәйкес жұмыртқада лютеиндердің көптігі анықталды. Лютеин көздің жақсы көруі мен нашар көруін зерттейді. Лютеиннің жеткіліксіздігінен көз жанары нашарлай бастайды. Д дәрумені кальцийді толықтырады. Жұмыртқаның құрамында Д витамині адамның сүйегін қатайтып, тістің мықтылығын сақтайды. Жүрек қан тамыр ауруларын сақтайды. Ғалымдар жұмыртқа құрамында холестерин, фосфолипидтермен тең болғандықтан адамға зиянсыз екенін дәлелдеді. Ол ағзадағы холестериндерді жояды. Жұмыртқада омега-3 қышқылы бар. Ол жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Салмақтан арылтады. Америкалық ғалымдар жұмыртқа тағамның жеңіл диетасын пайдаланып, таңертең жұмыртқа жеп тұрса, адам 2 есе тез арықтайды. Жұмыртқа ағзада ұзақ жүріп, күні бойы көп тамақтанудан сақтайды. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Миға әсер ететін холин онкологиялық ауруларға да қарсы күреседі. Сондықтан жұмыртқаны тұрақты жеп жүрген әйелдердің 18%-ның сүт безі қатерлі ісігі азайған. Бала көтеруге пайдалы. Б дәрумені жыныстық гормондарға әсер етеді. Б9 дәрумені бала миының тез дамуына көмектеседі. Сондықтан Б9 дәрумені бала көтеретін әйелдерге қажет. Бір жұмыртқада 7,0 мк дәрумені бар. Нидерленді ғалымдар зерттеп отырып, жұмыртқа жейтін 35-40 жас аралығында 87% әйелдердің терісі жазылып, қызыл дақтары кететіні анықталды. Ал ерлердің көзі айналасындағы майда әжімдері жойылған деп естиді. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.